Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ораманнан немесе ханым деп айтылатын тағам түрін әзірлейміз. Ең алдымен қамыр илейміз. Ол үшін бізге ұн, тұз, жұмыртқа, бөлме температурасында су, бір қасық пісте май қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды 20 минут бетін жауып, тындырып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Асқабақ, картоп, пияз, сәбіз және тартылған етімізді салып, дәміне қарай кориандр, қара бұрыш, тұз салып араластырамыз. Июі қанған қамырымызды үшке бөліп, зуала жасаймыз. Қамырымызды жұқалап жайып, май жағып, салмамызды салып, ораймыз. Мантаваркамызге май жағып, ораман нандарымызды осындай реттермен орналастырып, бетіне май жағып, 45-50 минут отқа қойып пісіреміз.